Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол өкпенің аускультациясы. Өкпенің аускультациясы тыныс барысында пайда болатын дыбыстарды бағалау мақсатында қолданылады. Қазір біз өкпеге аускультация жасау әдісіне тоқталамыз. Науқас, мен сізге қазір өкпенің аускультациясын жүргіземін. Терең тыныс алыңыз. Сол жақта жүрек орналасқан, сол үшін көрсетілген аймақты тыңдамаймыз. Науқас, қолыңызды көтеріңіз. Науқас, артқа бұрылыңыз, өз-өзіңізді құшақтаңыз. Қалыпты жағдайда өкпеден везикулярлы дыбыс естіледі. Везикулярлы дыбыстың сипаттамасы ол жұмсақ Ф дыбысы секілді және тыныс алу кезінде толық және тыныс шығарған кезінде тек бас жағында ғана естіледі. Бронхиалды тыныстың жақсы естілетін аймақтары ол төстің үстіндегі ойық. Науқас, терең тыныс алыңыз. Екінші, төстің тұтқасы. Науқас, басыңызды еңкейтіңіз, өз-өзіңізді құшақтаңыз. Келесі аймақ ол 7-ші мойын омыртқасы, шығыңқы болып көрініп тұратын аймақ. Науқас, терең тыныс алыңыз. Келесі ол 3-ші, 4-ші кеуде омыртқалары. Науқас, терең тыныс алыңыз. Бронхиалды дыбысқа келетін болсақ, бронхиалды дыбыстың сипаттамасы ол Х дыбысын айтқан секілді болып естіледі және дем шығарған кезде қатты және жуан естіледі. Тағы бір ерекшелігі, бронхиалды дыбыстың өзінің жақсы естілетін нүктелері болады. Ал басқа алаңдарда естілетін болса, ол патологияға жатады.